соңғы сыныбы математика сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын біз ең әуелі амандасу рәсімін жасап аламыз. Оқушылар, мынауларын әр елдің амандасу салты әр қалай екен. Мысалы, Бразилияда бір-бірін иығынан қағып амандасады екен. Онда бізде солай істейікші қане? Жарайсыңдар. Ал македондықтар шынтақпен амандасады екен, шынтақтарымен. Австралия шапалақ ұрып, секіріп амандасады екен. Жаңа Зеландияда халық бір-біріне маңдай тигізіп амандасады екен. Жақсы, олай болса қазақтар қалай амандасады? Қол беріп амандасамыз, иә, қол беріп. Жақсы. Отыра қойыңдар. Біз әдеттегідей оқушылар сабағымызды кіру билетінен бастаймыз. Қазір біз сабақта не білемін, не білгім келеді сұрақтарына жауап бересіңдер. Я әдеттегідей бүгінгі сабағымызда сендер не білесің, білгілерің келіп отыр. Жақсы, қане. Кім дайын? Қане, бастай берейік, кім дайын қане? Бүгінгі сабақта не білеміз? Ақбота. Дұрыс бөлшек. Аяғы. Бүкті. Дауыстарын шығарбайыңдар. Ильяс. Аралас шамдар. Жақсы. Ерназар. Дұрыс бөлшек. Бөлшектерді қосу. Тамаша. Аяғы. Дұрыс бөлшек. Бөлшектер. Әлтайыр. Бөлшектерді көбейту. Тамаша. Аяғы. Бөлшектерді қосу. Марика. Бөлшектерді азайту. Томирис. Бөлшектерді салыстыру. Жақсы, тамаша. Сендер біраз бүгінгі сабақтан біраз дүние күтіп отырғандары осыдан белгілі. Олай болса, біз бүгінгі сабағымызда белсенді, тиянақты қатысатын болса, біз жаңағы алға қойған мақсатымыздың бәріне жететін боламыз балалар. Енді қазір өздерің біліп отырғандарыңдай, біз 3 топқа бөліндік. Каспий тобы, Арал тобы және Балқаш тобы болып 3 топқа бөліндік. Енді қазір балалар сендер әр қайсысынан әр топ өзі жаңағы бір атауды алып отыр ғой. Арал, Каспий, Балқаш деп. Сол жөнінде не білетініміз туралы айтып кетейік балалар, жақсы ма? Олай болса сәл. Жақсы, олай болса оқушылар қай топ таныстыруды бастайды екен? Каспий тобы бастайды екен. Каспий теңізі Еуропа мен Азия аралығында орналасқан жер шарындағы ең үлкен тұйық көл. Үлкендігіне қарап оны теңіз деп атайды. Аты 16 ғасырдың аяғында оның жағасында қоныстанған Каспий тайпалары ona байланысты қалыптасқан. Каспий теңізінің 130-ға жуық өзендер мен ағынды сулар құяды. Каспий теңізі қазан шоқырларының беделіне қарай 3 топқа бөлінеді. Солтүстік бөлігінің шегі Маңғыстау түбегі бойымен өтеді. Жақсы. Келесі Арал тобы таныстырамын дейді. Арал теңізі Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында орналасқан ірі көл. Теңіз 20-шы ғасырда ауданы жағынан 68 мың километр квадрат. Әлемде 4-ші орында болған. Бірақ 1960 жылдардан бастап теңіздің суы азайып келеді. Теңіздің суы азайып себебін ғалымдар түрлі жағдайларға байланыстырып отыр. Жақсы. Келесі Балқаш тобы өзін таныстыра қойсын. Балқаш Қазақстанның оңтүстік шығысында орналасқан тұйық көл. Аумағы жөнінен Каспий және де Арал теңіздерінен кейінгі 3-ші орында.
Алматы, Жамбыл, Қарағанды облыстарының шегіндегі Балқаш, Алакөл ойысында теңіз деңгейінен 340 метр. Су деңгейі 100-110 километр куб. Оның орташа тереңдігі 6 метр. Ең терең жері 26 метр. Жарайсыңдар, балалар. Қазір сабағымызды ары үй тапсырмасын жалғастыратын боламыз. Үй тапсырмасын мен сендерге домино әдісі бойынша дайындап алып келдім. Сол тапсырманы әр топ домино әдісімен орындап шығады. Бұл үй тапсырмасы. Тапсырма. Мен табалдымнан жоғалып
Halkaç тобы. Жұмыстарымı аяқтап қойыпты, молодцы. Halkaç тобы. Осындай фигура шығардыңдар ма? Иә. Тамаша. Отыра қойыңдар онда. Әр топтың оқушылары жаңағы үй тапсырмасын өте жақсы деңгейде орындады. Алдындағы өздерінің балдарыңызды қойып отырыңдар, ұпайларыңызды беріп отырыңдар, иә? Және қазір сабақ соңында ұпай санын есептейтін боламыз. Үй тапсырмасының балын берді деген ойдам. Енді ары қарай балалар жаңа сабағымызға көшеміз. Бүгінгі тақырыбымыз бөлшектерді пысықтау. Бүгінгі сабақтан сендер бөлшектерді салыстырасың, бөлімдері бірдей бөлшектерді қосып азайтуды үйренетін боламыз балалар. Олай болса, қазір біз бір бейнежазба тамашалайық.
қанша мөлшердегі, қанша литрдегі сендерге метр кубпен қарағанда литр біздің көз алдымызға елестету үшін литр оңайырақ, иә? Сондықтан литрге айналдырып көруіңізге болады. Енді берілген жаңағы мына сандық мәліметтерді салыстырып теңсіздік құрастырайық. Бірінші теңсіздікті кім атап шығады? Аяру. 24 миллион 64 мың метр куб, ал оған қарама-қарсы 176 мың 400 метр куб. Тең болады 24 миллион 64 мың куб үлкен болады. Үлкен болады, тең болмайды. Дұрыс айтасың. Ал қане белсендірек айтсамыз, белсендірек. Ильяс. 176 мың 400 метр куб. 16.500 метр кубтан үлкен. Иә, осылай жауап береміз. Жақсы. Келесі, Томирис. 2120 метр куб, және де 16500 метр куб, 16500 метр куб үлкен. Тексереміз. Дұрыс екен. Келесі. Асылмұрат. 12900 метр куб, 24 миллион 64 мың метр куб. 24 миллион 64 мың метр куб үлкен. Үлкен. Дұрыс айтады. Жақсы. Жарайсыздар ондармен. Біз бірінші кітаптағы бірінші жұмысымызды аяқтадық. Енді екінші тапсырма, кітабымыздағы екінші тапсырмада мен қазір сендерге топта орындауға жазып келдім. Осыны бірлесіп топта кім білмейді бір-бірімізге көмектесіп түсіндіре отырып орындаймыз. Кім түсінбей отырып сәл көмектесіп түсіндіріп береміз. Жақсы, тамаша. Ақбота түсіндіріп кетші, қане қалай орындалды? Біз мына жердегі бөлшекте бөлімде біз бұл жерде салыстырған кезде бұлардың алымдары бірдей болғандықтан біз астындағы бөлімдерінен қайсы кішісі болады, соны үлкен деп санадық. Мысалға, бұл жерде 9-дан 8 және де 20-дан 8 деп тұрды. Бізде бұл жерде 9-дан 8 үлкен болды. 8, я 9-ды 8-ге бөлген және 20-ны 8-ге бөлген деп қарастырыңыздар ғой. Тамаша. Жақсы. Келесі мына тұрда. Әне. Жақсы. Міне бір бөлшекті түсіндіре кетші қане ерасың. Нешеден? Бұл жерде біз мына жақ үлкен 15-те 4 бөлімді тізгенде өйткені бұның астындағы 2 15-те 15
Айсұлу, жұмысыңды аяқтадың ба? Иә. Жақсы, отыра ғой. Келесі кім шығады? Томирис шыға ғой, қане. Аяр, келесі есепке шықтың ба? Астына шығара бере ғой. Тамаша. Келесі шыға ғой, Ильяс. Üstüne işlemiz біріншіден. Жақсы оқушылар, жаңағы біз кітаптағы 6-шы тапсырманы тақтаға және дәптерге орындап отырдық. Біраз балалардың жұмысын жаңа қарап шықтым. Тапсырмалар қатесіз, жақсы орындалған, өз жаңағы мен дұрыс деп айтып кеткен балалар өздерің жаңағы бағалау парақшаларына плюсты қойып отырасыңдар. Жақсы ма? Келесі бізде сергіту тапсырмасы деуге болады. Бұны бөлшектерді тауып, оны бояу, алттарда мен планшет бергем. Жаңа сабақтан бұрын басталмастан сол планшетке 8-ші кітаптағы 8-ші тапсырмаға қараймыз. Сол бойынша бөлшегін тауып бояйсың. Бояу сергіту ретіндегі берген тапсырма. Міне
Оларды белгілеуге, иә балалар? Мен Асылмұратты айтамын, сразу тапсырманы қате орындап жатыр. Бізде соншалықты 16-сында бояп шығу деген тапсырма жоқ, иә? 16-сында бояп шығу деген тапсырма жоқ. Сен уже 8, 9, 12-сін бояп қойдың. Енді несі қалады?
Ал жұмыстарың әр топтың жұмысы аяқталды ма? Жақсы, олай болса біз жаңағы әр топты өзіміз аралап жұмыстарын солай тексеріп шығайық. Келесі топқа ауысатын боламыз. Яғни жаңағы Арманның жасы әкесі 50-ге келгенде Арманның жасы әкесінің жасын бір еселейді деген сол, иә? Тамаша. Аха, сіздерде қандай жауап? 42. Сіздер сағатты тауып отырсыздар? Сағатты тауып отырсыздар. Бұл мүмкін бе, қалай ойлайсыздар? 42 сағат дегенде. Мүмкін бола ма? 42 сағат ол кіммен белгіленіп кетер еді ғой, иә? Қай жерден қате жібердіңіздер? Қатемен жұмыс жасайсыздар. Жақсы. Міне балалар, кітаптағы барлық тапсырмалар осымен орындалды. Тек қана бір тапсырмадан қате кетті. Енді қазір біз бүгінгі сабағымызға қорытындылау мақсатында сендерге қазір сұрақ жауап берілетін болады. Енді мына жерде балалар әрбір ұяшықты таңдаймыз. Ұяшықты таңдау арқылы біз жаңағы ұяшықтың астынан шыққан сұраққа жауап береміз. Түсінікті ма? Қане, кім ұяшық таңдағысы келіп қызығып отыр? Ильяс таңдай қойшы. Нөмірі үшінші ұяшық. Нөмірі үшінші ұяшықты Ильяс таңдайды екен. Бөлімі бірдей бөлшекті азайтқан кезде. Бөлімі бірдей бөлшекті азайтқан кезде? Ау? Бөлімі бірдей толық жауап берсеңізші. Бөлімі бірдей бөлшекті азайтқан кезде онда жауабы тең болады. Жақсы, келесі. Толықтырам деушілер болса толықтырып отырыңдар, иә? Толықтырам деушілер Тәмерес. Бірінші ұяшық. Алма екі Тұрақты оқимыз. бөлімі үлкен бөлшек. Алма екі бөлшек бөлімі үлкен болса, онда сол сан кіші болады. Сол сан кіші болады, бөлімі үлкен болса. Себебі қанша бөлікке бөлінген сайын
көрініп тұр. Мақсатқа сай сұрақтарды, мақсатқа сай тапсырмалардың барлығы сендердің қолдарыңнан келді. Иә? Енді бізде міндетті түрде күндегідей, әдеттегідей шығу билетін аламын сендерден. Ал 3 сұраққа жауап жазамыз. Иә, шығу билетін дедіңіз. Міндетті түрде 3 сұраққа жауап жазатын боламыз. Жұмыс аяқталды ма? Олай болса, мұнда әкеліп қоямыз. Құрметті оқушылар, міне сабағымыздың соңына да келіп жеттік. Енді әр топ өзінің тапсырма орындау барысында қойып отырған балын маған таныстырып кетсем. Кәсіби тобы сіздерде қанша бал болды? Топтық бал. Көтеріп айта қойыңыз. 10 бал алдыңыздар ма? Тамаша. Балқаш тобы сіздерде қанша бал? 9 бал. Өте әділ бағаланған. Тамаша. Сіздерде арал тобының балы? Бізде барлығы 9 бал болды. 9 бал. Бір балдарыңыз неге жетпей қалды? Балқаш тобынікі белгілі. Жаңа тапсырмадан қате жібердіңіздер, иә? Сіздерде бір бал неге жетпей қалды? Енді айта қой. Бізде төртінші есепті несінде қателік болды. Үшінші соңғысында қателік кеткен екен. Жақсы. Енді бұл топтық бағалау. Мен бірнеше оқушының өзін жеке бағалауын сұрап жіберейінші. Қане, Ерасыл, сіз неше бал алдыңыз? Мен 8 бал алдым. Бүгінгі сабақта 8 бал алдыңыз. Меңназар неше бал алдыңыз? 7 бал алыпты. Асылмұрат? Мен 9 бал алдым. 9 бал алыпты. Ильяс, сіз қанша бал алдыңыз? 9 бал алдым. 9 бал. Аяғы қанша бал алдыңыз? Мен де 9 бал алдым. 9 бал алыпты. Хамза, сіз? 10 бал. Жарайсыңдар оқушылар. Тамаша, біз бірімізді бүгінгі